қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін көтеру ортақ мақсат. Осыған орай тілдерді оқыту орталығы келелі іс-шара ұйымдастырған болатын. Қарабалықтықтарды ортақ іске шақырған акция аясында тілге көрсетілген құрметтің елге деген сыйластығы екенін айқындағандай болды. Мы продолжаем челлендж среди сельских округов «Мен қазақша сөйлеймін», организованы в рамках акции «Біз біргеміз». Победа ауылының тұрғындары Скумина Галина Тавкиловна, Байжанова Татьяна Владимировна, Байжанова Жасмина Асқар қызы, Байжанов Асылбек Асқар ұлы. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджін Смирновка ауылының тұрғаны Яничтер отбасынан қабылдадық. Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін асыру әрбір азаматтың борышы. Эстафетаны Новотроицк ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Мен Новотроицк ауылының тұрғыны Букаева Валентина. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджін Победа ауылының тұрғыны Скумина Галинадан қабылдадық. Қазақстан біздің отанымыз. Қазақ тілін білуге міндеттіміз. Эстафетаны Есенкөл ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі. Біз Куликов отбасымыз. Менің атым Наталья. Менің есімім Куликова Светлана. Біз Лесное ауылының тұрғындары. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджі жалғастырамыз. Қазақ тілі біздің мемлекеттік тілі. Қазақ тілі қазақтың ана тілі. Эстафетаны Белоглин ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Біз Белоглин ауылының тұрғындары Пугачева Юлия, Абрамович Елена, Подолюк Марина. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджі Есенкөл ауылының тұрғыны Куликов отбасынан қабылдадық. мемлекеттік тіліміздің мәртебесін асыру әрбір азаматтық борышы. Біз біргеміз, біз үйдеміз.